Ayaz би. Ертеде Мадан деген хан болыпты. Хан болған соң оның 40 уәзірі болады ғой. Bir күні хан уәзірлерімен мәжілістес болып отырып, «Уәзірлерім, сендер 40-ңда асып туған ақылды данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсаймын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын, құстың жаманын және шөптің жаманын тауып келіңдер. 11 ай уақыт беремін. Сол 11 айдың ішінде тауып келмесеңдер, жазалы боласыңдар» дейді. Хан бұйырған соң амал жоқ. Уәзірлері өзара ақылдасып іздеуге кіріседі. Талмай іздеп азап шегіп, шеңгел деген шөпті тауып, өзі тікен. Арасынан жүрсе киім жыртады, малды жемейді екен. Шөптің жаманы осы ғой деп шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып, үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз. Құстың жаманы осы екен деп қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай қиналып келе жатса, таудың етегінде үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар бір адам 5-10 қойды бағып жүр екен. Уәзірлер, адамның жаманы сірә осы болар-ау деп тұрған әлгі адам, «Ва, мырзалар, жол болсын» дейді. Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, ал адамның жаманын таба алмай жүргендерін айтады. Жаман тұрып, «Түсінікті, адамның жаманы керек болса мен боламын» дейді. Олай болса жарайды деп, жаманды аттың артына мінгестіріп алып, ханға жөнеледі. Ханға келе жатып жаман, «Адамның жаманын тауып алдыңдар, бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған екенсіңдер. Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан еді» деп уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен сауысқанды алдырады. Уәзірлер мәнісін сұраған екен, хан алдында айтам деп жаман жауап бермепті. Уәзірлер келген соң хан олар әкелген адамға қарап, «Әкелген адамдарың жарайды. Қазір аспазшыға апарыңдар, көже мен нанға тойлысын. Ертең орта қалып тамаша етеміз» деп жаманды ас үйге жібертеді. Бірақ дейді хан, «Құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны білмедіңдер ме?» деп хан уәзірлерге қатулана бастайды. Сонда уәзірлер, «Тақсыр, айтқаныңыз дұрыс. Біз шөп жаман деп шеңгелді, құс жаман деп қырғауылды алып едік. Бірақ жолшыбай әлгі жаман, шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан деп бізге оларды тастатып, қарақоға мен сауысқанды алдырды» дейді. Хан бөгеліңкіреп, жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан екен қайдан біледі? Алып кел, сұралық» деп бұйрық береді уәзірлерінің біріне. Жаманды ханға алып келеді. Хан жаманның бетіне қарап, «Мен құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы едім. Сен оларды уәзірлерге тастатыпсың. Неге шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан болады?» деп сұрайды. Тақсыр хан, «50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан ақ жаман едім. Өмірім отын су тасу мен кісе есігінде құлшылықты өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңіне дейін сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып мал жемейтін шеңгел отын болып пайдаға асады екен-ау деп ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып отқа жақсам, отқа жанбайтын еді. Үрсем жалын мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін. Отқа жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын шүйіріп жемейтін. Сонан соң қарақоға тіпті пайдаға аспайтын шөп екен деп ойлаушы едім. Қарақоғаны жаман дегенім сондықтан. Сауысқанды да құстың жаманы дейтінім, қырғауыл жүні жоқ болғанмен адамның пайдасына жарайтын құс. Біреудің сиықсыз болуы оның жаратылысынан, қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығы, ал сауысқанның жүні ала болған сияқты өзі де ала бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына аспайтын құс дейді жаман. Сауысқан мен қарақоғаның неліктен жаман екенін айттың, ал енді өзіңді неге жаман деп ойлайсың, соны айт дейді хан. «Ва, тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Мен қатарлылар әйел алып бала сүйді, келін жұмсап қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей жақсымын ба?» деп жаман ханға қарады. Хан басын шайқап, «Апырай, осы жаман болса да жарар еді.
Құстың шөптің өзінің жамандығына да дәлел айтты, жарайды деп ойлап, өзінің тұлпарын сынап беруін өтінеді. Жақсы, сынап берейін деп. Тұлпарды алып келген соң жаман тұлпардың алды артына қарап, тұлпарыңыздың сипатынан мін таба алмадым, енді мініп көрсем деп ханнан рұқсат сұрап алып, тұлпарға мініп есік алдындағы өзеннен әрі бері өтті де қайтып келіп, тақсыр, тұлпарыңнан басқа мін таба алмадым, тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен дейді. Апырай, оны қайдан білдің, айтқаның рас. Менің Ақшахан деген құдам бар еді, соның тұлпар табатын бір биесін қалап алдырғанмын. Бие күні жетіп, құлынды таба алмай өлір болған соң, бие өлсе өлсін, құлын қалсын деп, әшін жарып құлынды алғанмын. Сол құлын осы еді. Әбден отығып кеткенше сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатыс екенін қайдан білдің дейді хан таңданып. Тұлпардың бөтен мінін таба алмадым, бірақ тұлпарыңыз судан әрі бері өткенде аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өтті. Сиыр күніне 40 суарсаң да, судан айдағанда аузын суға малмай, артқы аяғын сілікпей өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатыс екенін сонан білдім дейді. Жұрт таң қалып бір-біріне қарасады. Хан біраз ойланып отырып, енді менің бір гауһар тасым бар. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап деп, қазынасындағы тасты алдырып ұсынды. Жаман тасты қолына алып салмақтап шайқап қарап отырды да, сіздің тасыңыз рас қасиетті тас екен, бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тастың ішінде 2 ақ қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сырта қалыңдығы қалыпты. Сол құрт 2 жылдан соң тесіп шығады. Тесіп шыққан соң тасыңыз пайдаға аспай, керегі болмай қалады дейді. Жұрт не дерін білмей бірсыпырасы, бәрібір 2 жылдан соң пайдаға аспайтын болса тасты жаралық депті. Бірсыпырасы, жаманның сөзіне бола тастан айырылмайық депті. Ақырында тасты жармақшы болады. Тасты жарып қараса, ішін 2 ақ қарабас құрт кеулеп тесуге жақындап қалған екен. Тастың ішінде құрт бар екенін қайдан білдің дейді хан. Тастың қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңілденген екен, құрт бар екенін сонан білдім деп жауап береді жаман. Апырмай, сен жаман болмадың ғой. Қайта сен бір данышпан болып жүрме. Ал сен менің өзімді сынашы. Мен неше атамнан бері хан екенмін дейді хан. Жаман жақсы деп, тақта отырған ханның алды артына шығып, алдына келіп ханның бетіне тіке қарап тұрып, тақсыр ханым, ақыл ойың ешкімнен кем емес, бірақ хандық қара басыңда қарадан туып хан болғансың, атаңда хандық жоқ дейді. Жаман сөзін бітірмей хан сөзін бөліп, жоқ, қате айтасың, мен 7 атамнан бері ханмын, өзімді қойғанда да 6 атамды қайда жібересің деп зекірет. Жаман абдырамай, жоқ тақсыр, сіздің қара басыңыздан басқа жеріңізде хандық жоқ, сіз нағыз наубайдың баласысыз дейді. Хан не дерін білмей халыққа қарап, апырмау, мана жаман не дейді халқым, мен хан баласымын деп жүредім, шақырыңдар анамды. Ол өмірге біреудің қан жүктеп барып, тәңір алдында қара бет болмасын, не де болса шынын айтсын, әйтпесе ашумен мына жаманның басын аламын дейді. Шешесі келген соң хан шешесіне жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп, шырағым, жасым 80-ге келгенде біреудің қанын жүктеп не қылайын, бір сыр бар еді, оны тәңірінің өзі білетін еді. Мен білетін едім, мынау жаманың біліпті. Енді айтайын, атаң сенің зәрлі хан еді, менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқан үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен. Соның үшін де зәрлі хан деп халық ат қойып еді. 20-шы әйел етіп мені алды. Мен де 2 қабат болған соң, жалғы жанымнан қорқып тәуіптерге қаратып едім. Сенің ішіңдегі қыз деді. Қыз тапсам мені де өлтіреді ғой деп көп қайғы жедім. Сол күндерде азпашшы наубайдың әйелі 2 қабат екен. Оның да тамырын ұстатып қарап едім. Оның ішіндегі ұл деді. Жалғы жаным үшін сол жерде маған ой келді. Ол әйелді оңаша шақырып алып, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп, ақиреттік дос болайық, ұл тапсаң ұлыңды маған бер, менің қызымды ал. Бірақ бұл сырды ешкім білмесін деп жалындым. Әйел табақтай алтын алып, бір жағынан мен аяп, сол жерде уәдесін берді. Туар кезімізде Зәрліхан аң деді, екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, 1 сағатта босанып, сырды ешкім білмесін деп басқа бір үгітті жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен қызымды беріп, оң қолыммен алған шырағым сен едің. Енді бұл күнде мына жаманың оны біліпті, сыр ашылуға тәңірі жазса не шарам бар деп сөзін аяқтай алмай шешесі жылап жібереді. Хан,
Сөз тапқанға қолқа жоқ, олай болса мен таққа лайық емес екенмін. Осы оқиғаны оймен білген сіз лайықты екенсіз деп хан тағынан түсіп тақты Жаманға береді. Жаман: жоқ тақсыр, кешегі күні жаман кісі керек дегенде ат артына салып келген жаман едім, бүгін таққа мінбеймін. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар, тағыңызға өзіңіз мініңіз деп болмайды. Хан таққа мініп отырып: апырмай тақсыр, менің наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз дейді. Сонда Жаман: мен жаман жақсы болсам да үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың шерасы жалмен жая аузыңызға түспей, нанмен көже түсіп, мені келісімен аспазшыға жібердіңіз. Салтыңызға тарттыңыз. Сіздің шынжырлы атаулы хан емес екеніңізді содан байқадым дейді. Жиналған жұрт таң қалады. Сол күйінше хан тағы да хандық құрыпты. Жаман оған жақсы уәзір болыпты. Ханға ақылымен, тапқырлығымен жағып 40 уәзір шетте қалыпты. Күндердің күнінде Жаман сыртқа шығып тұрса, қаланың ортасында түгілі 6 қанат ақбоз үй тұр екен. Төңірегінде қаптаған кісі үйге кіруге кезек күтеді. Жаман қайтадан үйге кіріп ханнан: бұл не жиын деп сұрайды. Хан сонда: қалада қара болса да байлығы менімен қатар Уалыбай дейтін бай бар. Сол Уалыбайдың Меңді дейтін қызы 15 жастан күйеу таңдап, өзімнен ақыл артық кісіге тиемдеп 20 жылдай отырды. Қазір 35-те. Бұған дейін ешкім онан артып оған күйеу бола алған жоқ. Бәрі де барып қызға жауап қайтара алмай қайтып кетеді. Ол жиын қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны дейді. Жаман: мен де барып көрсем қайтеді деп ойлап, кешке жұрт орынға отырған соң жайлап қыздың үйіне барады. Есікті қаққан екен, бір әсем келіншек шығып: нендей жұмыспен келдіңіз деп сұрайды. Менің жұмысым сенде емес, қызда бар, қызға айт дейді Жаман. Келіншек күліп қызға барып: бикеш-ау, күйеу таңдайым деп сенде жұртты басындырып болдың ау. Адам көргісіз бір жаман кісі, сенде жұмысым бар дейді. Сенен ол дәметіп келген білем деп қалжыңдайды. Қыз жымиып күліп: ол түрге жаман болғанмен қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып барып бер деп жеңгесінен гауһар, пышақ, тәрелке және қайрақ тас беріп жібереді. Жеңгесі ол заттарды апарып берген соң Жаман қолына алып қарап тұрады. бар, мұның құралын әкел дейді. Ойбай, әлгі Жаманың мұның құралын әкел дейді деп жеңгесі қызға қайтып барады. Қыз жарайды деп қыз жеңгесіне балғамен төс береді. Жаман балғамен төсті алған соң қайрақты төске қойып, балғамен ортасынан бөледі. Тәрелкені уатады, пышақты жетесінен сындырады, гауһар тасты қақ жаратты. Мә, бикешке алып бар деп келіншектің қолына береді. Сынған заттарды көрген соң қыз ұшып тұра келіп: сол адам шайтан болмай адам болса, менің тап баратын кісім, шақыр мұнда дейді. Жеңгесі не дерін білмей Жаманды шақырып келеді. Қыз оны құрметтеп қарсы алады. Бұрында талай бай балалары, хан балалары келеді екен. Бәріне де қыз манағы заттарды береді екен. Бәрі де: менің үйімде пышағым жоқ па, болмаса қазынамда гауһар тасым жоқ па, я тіпті қайрақта болмай жүрмін бе деп ашуланып қайтып кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып: бұл қалай болды? Осы қыз 35-ке келді, күйеу таңдап әлі біреуге тиген жоқ. Сірә оның басқа бір сүйгені бар шығар. Ондай адам болса ұстап алсын деп қарауыл қойыпты. Таң атқан соң Жаман қыздың үйінен шығып кетіп бара жатса, қарауылдар оны ұстап байдың балаларының қолдарына апарып береді. Бай балалары Жаманды дірдектетіп ханға апарып: мына уәзірді ұстап алдық, бізді келмей жатып басынды дейді. Хан Жаманды оңашалып сұрайды: қыздың үйіне бардың ба? Жоқ, мұнылар ұстап алдық дейді ғой. Олар өтірік айтып бәле жауып жүр. Мен даладан ұстап алды. Хан: мен сенің ақылыңды сыйлап, астымдағы тағымды да беріп едім. Тақты өзің алмаған соң ең жақын уәзірім қылып едім. Уалы маған олардан қымбат емес, шыныңды айт. Қызды алып берем десе де Жаман шынын айтпайды. Хан ашуланып жендеттерге Жаманды дарға суға әмір қылады. Жендеттер хан бұйырған соң Жаманды дарға апарып, мойнына тұзақ салып, дардың жібін тартып жоғары көтерді. Жаман иманын айтып қырылдап, енді дем бітуге айналғанда көпті жарып, ақ боз атты, ақ киімді, бетіне перде жапқан бір кісі келіп, қылышпен дардың жібін кесіп жібереді. Сұлап жатқан Жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап жайына кетеді. Жаман біраз қырылдап жатып, есін жиған соң жендеттер тағы да дарға тартайын деп ыңғайланғанда, мені енді ханға апарыңдар деп өтінеді. Жендеттер ханға Жаманды қайтып алып келген соң хан: бұл кезге дейін неге өлтірмедіңдер? Менің бұйрығымды екі етесіңдер ме деп ақырады. Жендеттер болған оқиғаны айтып, ас десе әлде де дарғасуға әзір екенін білдіреді. Енді хан Жаманға:
Маған барам деп неге айттың? Әлде манаға айтпаған шыныңды айтайын деп келдің бе дейді. Иә тақсыр, шынымды айтайын деп келдім дейді жаман. Онда Уалыбайдың қызының үйіне барғаның рас па еді? Рас еді. Алам деп уәде беріп пе едің? Беріп едім. Ендеше мана неге айтпадың? Тақсыр, мана айтпаған себебі мен барып Уалыбайдың қызына сырттан хабарласқанда ол маған бір тәрелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Ол қайрақтай болып езілгенше, тәрелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып басы кесілгенше сыр айтпайтын кісі мына гауһар тастай жарып мен алады деген еді. Сол сырды пышақтай болып басым кесілгенше айтпаспын деп пышақты жетесінен сындырып, қайрақтай езілгенше деп қайрақты уатып, тәрелкедей уатылғанша деп тәрелкені қиратып, гауһар тастай жарып сен алам деп гауһар тасты қақ бөліп уәде беріп едім. Сол себепті мана шынымды айтпап едім. Қыздың өзі мені аяп, ақбоз атқа мініп, бетіне перде жауып келіп, дардың жібін қиып, көкірегіме көлденен қылыш тастап кеткені, мен үшін кінәсіз өлмө, ерлігіңді көрдім, қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді, антыңды қайтып ал деген еді. Өзі ұлықсат берген соң, шынымды айтып отырмын деп жаман сөзін аяқтады. Хан жаманның сөзінің шындығына көз жетіп, ел жинап, 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып қызды жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен ханға жағып екеуі дос болыпты. Бір күні қырық уәзір кеңесіп отырып, бұл жаман біздің жаман кісіз дегенде ат артына мінгестіріп алып келген жаманымыз еді. Бұл күндерде хан оны өзіне жақсы дос қылды, қыз әперді. Бізді есепке алмайтын болды. Қой, бүйтіп болмас. Біз бұл екеуін араздастырайық. Ханға жаманның әйелін мақтайық, үйіне қонаққа апарып көрсетелік. Сөйтіп екеуінің арасына от жағалық деседі. Уәделері бойынша жаманның әйелін ханға мақтайды. Тақсыр шынында ол әйел сізге лайық әйел деп ханды азғырады. Хан жаманның үйіне барып өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң шынында маған лайық әйел екен деп ойлап, үйге қайтып келіп қырық уәзірмен кеңеседі. Ойда жоқты ойға салған сендер едіңдер, енді сол әйелді алуға маған қандай айла тауып бересіңдер дейді. Уәзірлер кеңесіп, жақсы тақсыр, жаманды шақыр, біз оны барса келмеске жұмсайық. Сонда ол өлір, ол өлген соң бос әйелді сіз алмай кім алар дейсіз дейді. Жаманды шақырдуға хан бір жігітті жібереді. Жіберген жігіті барып үйден сығалап қараса төрде төсек үстінде жаман жатыр. Әйел төрдегі шарайнаға қарап, өз көркіне өзі таң қалып жаманға сөйлеп отырады. Мен осы тәңірінің ісіне таңмын. Әркімді өзінің қатарына қосса еді, арасы жер мен көктей адамдарды біріне бірін қосып қойған тәңірінің құдіреті күштау деймін. Өзіме қарасам, 14-інде туған ай сияқтымын, саған қарасам, су біткен көлдей, қарамай біткен шелектейсің. Жаман басын көтеріп алып, жоқ, олай емес. Атамыз адам бейіштен қуылып шығып бара жатқанда тәңірі, адам, бейіш сен үшін жаратылып еді. Шайтанның азғыруымен шығып барасың, енді бейіштен қалағанды алып кет деген еді. Сонда адам, тәңірі сенің қандай затыңның қадірлі екенін қайдан білейін деген соң, адамзатқа пайдалы 3 затым бар. Біреуі қыдыр, біреуі бақыт, біреуі ақыл. Осының бірін ал деген екен тәңірі. Сонда адам ақылды алыпты. Ақыл тұрмаған жерде бізде тұра алмаймыз деп қыдыр да бақыт та ақылға табынған екен. Сол сияқты сен қазынаңдағы қызыл алтын едің, мен ақыл едім. Менің қаралығыма, я қарттығыма қызығып тиген жоқсың, ақылыма тидің деп қарқ-қарқ күледі. Әйелі жаманның сөзіне күліп артына қарағанда пердесі ашулы екен. Есіктен кіріп келе жатқан жігіт оның жүзін көріп есінен танып құлап қалыпты. Сол жерде бетіне су бүркіп жіберіп тұрғызып алып, жұмысын сұрайды. Жігіт келген жұмысын айтып, ханға қайтып келген соң хан, сен кеткелі көп уақыт болды, сен мұнда жұртты иіріп отырғызып кеттің дейді. Жігіт басынан өткен оқиғасын айтқан соң, әуелде әйелге ғашыққан, онан сайын ынтық болады. Жігіт кеткен соң жаман, ханға барайын ба деп әйелмен ақылдасады. Әйел, бар, сені барса келмеске жұмсарын көптен ақ сезгенмін. Риза бол, бірақ жолға жұлқынған жүйрік, жылжыған жорға мінбе. Жылқыдағы ең семіздімін. 40 уәзір сені 3 күндік жерге шығарып салар. Олардың қарасы үзілген соң сен де қайт. Орман ішіне апарып, атыңды сойда етін алып кел. Соны қорек қылып жата береміз дейді. Жаман ханға келген соң хан сөз бастайды.
Men seni bir uzak saparga жұмсаймын. Жұмсағанда сенің ерлігіңнен үміт етпеймін, ақылыңнан үміт етемін. Барсаң айтамын дейді. Жақсы барайын деп жаман ризалығын байқатады. Барса келмес дейтін жерде әнжілі қой дейтін қой бар деп айтады. Bir түгі алтын, bir түгі күміс, сойса терісі bir адамға тон дейді. Соның терісін үстіме кигің келеді. Әнжілі үйректігін үйрек бар, қанаты күміс, басқа жері алтын дейді. Соны тәжгіп кигің келеді. Дәудің әнжілі қара арғымағы бар, бір шапқанда 100 шақырым шабат дейді. Соны мінгім келеді. Міне, осы жұмыстарға барасың деп Жаманды хан кілең өтірікке жұмсайды. Жаман ханның жылқысынан бір семіз атты таңдап мініп жолға шығады. 40 уәзір 3 күншілік жерге шығарып салып қайтады. Уәзірлердің артынша Жаманда кейін қайтады. Қаратоғай дейтін орманға апарып атын сояды. Үйінен көлік әкеліп етті тасып, тұзда болады. Төсегінің астынан адам бойы жер қазып, күндіз сонда түнде әйелінің қасында жата береді. Ай өтеді, жыл өтеді. Bir күні Жаманның үйіне жеңгесіне көңіл хош айтуға хан келеді. Қонағасы жеп болған соң хан сөз бастап: адамның, шөптің, құстың жаманын әкел дегенде, уәзірлерімнің алып келген жаман еді. Жаман болса да ақылына риза болып, тағымды да беріп едім. Ақылының арқасында сені де алып еді. Сол ақылынан үміт етіп бір жұмысқа жұмсай қойып едім. Келер уақыты өтіп кетті. Құдайдың әмірі болды ма деймін. Сені қор қылып жалғыз тастамаспын. Аға өлсе жеңге мұра деген қолыма алып бағармын деп үміт айтады. Әйел отырып: Құдайдың әмірі болса не шара? Ол келгенде сенің қолыңда бір қадірлі тас бар еді. Соның тілімен сен ол тасты жарып едің. Жарылған соң ол тас пайдаға аспады ғой. Сол секілді әр заттың пайдалы уақыты бар емес пе? Кешегі қыз күнімде болса бір сәрі, енді мен сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет етіп жағалмаспын, әуре болма дейді. Хан әйелден жеңіліп үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң қатын байын шығарып алып: бар, енді ханның жауабын өзің бер деп қоя береді. Хан да барып тағын отырады. Жаманды сәлем беріп кіріп келеді. Хан абдырап қалып: қашан келіп қалдың? Ал енді әңгімеңді айта бер дейді. Жаман тұрып: әңгіме ұзақ емес. Уәзірлер шығарып салған соң бір аш арыстан соңымнан қалмады. Мен барса келмеске барып жауды мұқатқанша, мына жауды мұқатайын деп қылышымды суырып алып қуып кеттім. Өз аулама апарып қамап едім, онан шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірдіме деп отырмын дейді. Хан не дерін білмейді. Bir қызарады, bir бұзарады. Жерге кіріп кеткендей болады. Ақырында: мен айыптымын. Менен бір қателік өтті. Шайтанның азғырғанына ердім. Оған себеп мына уәзірлер. Бұлар енді я саған, я маған бір қатер қылар. Сен енді іргеңді көтер, бөтен елге көш дейді. Жаман риза болып көшетін болады. Хан бірнеше түйеге жасау асыл зат арттырып, Жаманды Ақша ханның еліне көшіріп салады. Жаман Ақша ханның елінде бір қадірлі адам болып тұра береді. Күндердің күнінде хан Жаманның сөзі көкейінен кетпей, шалқасынан шаңыраққа қарап ойланып жатқанда 40 уәзір кіріп келеді. Хан басын көтеріп алып: жау шапты, ел бүлінді, апат соқты. Осыны ойлап табыңдар, болмаса жазалаймын дейді. Уәзірлері ақылдасып өздері таба алмайтын болған соң Жаманды іздеп барып оған ханның айтқанын айтады. Жаман 40 уәзірді құрмет етіп болған соң: жақсы, мен жауабын берейін. Хан мен ойлап қапаланып жатқан шығар. Қай-қайдағы есіне түскен шығар. Сендерге де өкпесі болса керек. Сөйтіп жатқанда ханның ордасының күлдіреуішінің бір басы шыққан болар. Жаман болса осыған бір нәрсе айтар еттеп сынайын деп сендерге айтқан ғой. Барып күлдіреуішінің басын салып берсеңдер, ханның қызметі тәмам болады деп кеңес береді. Уәзірлер ханға келіп: тақсыр, мына бір күлдіреуішіңіздің басы шығып кеткен екен, соны салып берейік деп рұқсат сұрайды. Хан рұқсат берген соң күлдіреуішінің басын салып берді. Хан күліп: мұны кім үйретті сендерге деп сұрайды. Уәзірлер шынын айтады. Хан уәзірлеріне: ол жаман болса да қысылғанда айла табатын ақылды данышпан еді. Әркімнің пайдасына жарайтын еді. Сендер күндеп ақырында екеумізді айырдыңдар. Егер де ол сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін едіңдер. Біреуге ор қазба, өзін түсірсін деген мақал бар дейді. 40 уәзір ханға жағамыз деп ханның көңілін аулап, күнде ойын той жасап жатса да ханның көңілі сергімеді.
Жаманды сағынат, уәзірінің еш қайсысы жамандай болалмай, бір күні хан ергіп уәзірлермен аңға шығады. Аң іздеп келе жатып, таудың етегінде қой жайып жүрген бір шалға ұшырап сәлем беріп, «Уа ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды?» деп сұрайды. «Bir 20 жыл болған шығар» дейді шал. «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды?» «15 жыл болды». «Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды?» «Оған да бір 10 жыл болған шығар». Хан ойланып тұрып тағы, «Ата, өзіңіз нешеусіз?» дейді. «Ой, шырағым-ай, жатқанда екеумін, тұрғанда төртеумін». «Баба, менің 40 асыранды қазым бар. Соны білдірмей, жүнін жұлып, күйдірмей пісіріп, қан шығармай сойып беретін кісі бар ма?» деп сұрайды хан. Сонда шал, «Адамына тап болсаң, айтқаныңнан да артық етер» дейді. Хан шалдың жауабын қанағат етіп, атының басын бұрып үйіне қайтады. Хан үйіне келген соң уәзірлеріне, «Мен не дедім, шал не деді? Соны айырыңдар, оны айыруға 1 ай уақыт берем. Айыра алмасаңдар, 40-ыңда өлесіңдер» дейді. Уәзірлер сасып өздері таба алмайтын болған соң баяғы жаманға барып ханның айтқанын айтады. Сонда жаман, «Бұл оңай жұмыс емес. Бастарың өлімге байланған екен. Енді болмас, тағы да амал табайын. Сендер бір ат қалдырып, басқа аттарыңды сойыңдар, киімдеріңді өртіп, сонымен бір аттың етін пісіріңдер. Мен мына қалған атқа мініп, сендерді ханға жалаңаш айдап барам. Егер де сендер арланып қастық етпейтін болсаңдар, мен сендерді хан алдында құтқарып болам» деді. Уәзірлер бір ауыздан, «Ойбай, тақсыр, арланбаймыз. Жанымыз қалса болғаны, ханымыз бізге қатты өкпелеп жүр» деп риза болып, сол жерде 39 атты сойып, бір атты қалдырып, сойған аттардың біреуінің етін өздерінің киімін жағып пісіріп жеп алады. Ет жеп болған соң, соймай қалдырған алашолақ атқа жаман мінеді. Қолына құрық алып, жалаңаяқ, жалаңбас уәзірлерді ханға айдап жөнеледі. Жаман келе жатыр дегенді естіп, хан 40 жігіт ертіп, жібек кілем, жібек шатыр алып, түстік жерден алдынан шығып, жаманды жер бастырмай құрметтеп, жібек кілемге түсіріп алады. Хан уәзірлерді ұмытып кетеді. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап жата береді. Бір күні уәзірлердің арасында, «Бұл хан өз қызығы өзінде жата берді. Түнеугінгі сөзін ұмытып кетті білем» деген күңкіл шығады. Жаман оны естіп, уәзірлерді шақыртып алып, жиған халық алдында, «Ол шал жұрттан асқан дана еді. Хан оның даналығын сезіп, 40 уәзірімді жөнге салып, ақыл айтпас бекен» деп сәлем беріп тілдескен екен. Ханның «Бұл таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды» дегені, «Сенің шашыңа ақ кіргеніне неше жыл болды» деген еді. Шал, «Шашыма ақ кіргелі 20 жыл болды» депті. Ханның «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды» дегені, «Сақалыңа ақ кіргелі неше жыл болды» деген еді. Шал, «Оған да 15 жыл болды» депті. Ханның «Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды» дегені, «Көзіңнен жас аққалы неше жыл болды» деген еді. Шал, «Оған да бір 10 жыл болды» депті. Ханның «Ата, өзің нешеусің» дегені, «Үйіңде неше жаның бар» деген еді. Шалдың «Жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеуміз» дегені, «Менің бұрынғы әйелім өліп еді, қазіргі әйелімнің бай өлген. Түнде жатқанда екеу болған мен, күндіз қойда жүргенде мен өлген әйелімді сағынам. Қазіргі әйелім үйде отырып өзінің өлген ерін ойлайды» деген еді. «Жатқанда екеу, тұрғанда төртеуміз» деген сол еді. Ханның 40 асыранды қазым бар, соны қан шығармай сойып, білдірмей, жүнін жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма дегені. «Менің ақылсыз 40 уәзірім бар, соларды ұрмай соқпай жөнге салып беретін кісі бар ма деген еді. Шалдың «Адамына тап болсаң, айтқаныңнан асырар» дегені, оның шешуін маған жолдаған еді. Сендер мені іздеп барған соң, үстеріңдегі киімдеріңді алып отқа жаққаным, білдірмей жұлғаным, күйдірмей пісіргенім. Сендерді алдыма жалаңаш, жаяу жалпы айдап ханға әкелгенім, қан шығармай сойғаным еді. Ал енді осымен ханның жұмысы біткен» деп жаман сөзін аяқтайды. Хан, «Уәзірлерімнің күнәсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, сенің қоныс аударып көшіп кетуіңе себеп болып еді. Сонысына ызаланып, өздері әбден жеңілсін, кінәләрін мойнына алсын деп едім. Менің тілегім орындалды. Ал қалайық, мен де біраз хан болып қызық көрдім. Ендігі хандығымды мынау досыма берем. Сіз де енді тартынбаңыз. Таққа сіз мінетін уақыт жетті. Қалған өмірімді сізге қызмет етіп, сіздің хан болған қызығыңызды көрейін» деп жаманды қолтықтап әкеліп хан тағына отырғызады. Елі 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, жаманды ақ киізге салып хан көтереді.
Жаман Ақшақанның еліндегі үйін көшіріп алады. Жаман таққа мінген соң ешбір соғыссыз 5 хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатыпты дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса бұған келіп қосыла беріпті. Сол уақыттан бастап әділдік үшін 5 ханның елі Жаманға Аяз би деп ат қойыпты. Ол әділ болыпты, тура билік етіпті. Жағдайы нашарларға қамқор болыпты. Хан болдым деп асып таспау үшін бұрын қой бағып жүргенде киген бас киімін отыратын бөлмесінің маңдайшасына кигізіп, астына Аяз би, әліңді біл, құмырсқа, жолыңды біл деп жаздырып қойыпты. Оқта текте соған қарап, ойланып отырады екен.